Кішкентай тышқан баласының үлкен саяхаты. Ескимос ертегісі. Бір күні кішкентай тышқанның баласы саяхатқа шығады. Тышқан әжей оған жолға шелпек пісіріп, інінің аузына дейін шығарып салады. Тышқанның баласы таң ертең ерте шығып, кешке таман қайтып келеді. «О, әжетай!» деп айқай салды тышқанның баласы. «Мен тундрадағы ең мықты, бәрінен де епті, бәрінен де батыл екенмін ғой. Алайда мен мұны осы уақытқа дейін білмей жүріппін». «Сен мұны қайдан білдің?» деп сұрады әжесі. «Міне бұлай!» деп баяндауға кірісті тышқанның баласы. «Мен үннен шығып жүре бердім де теңізге келдім. Теңіз өте үлкен, үстінде толқындар ойнап жүр. Алайда мен қорықпадым. Суға секіріп түсіп, теңізді жүзіп өттім. Керемет жүзу білетініме өзім де таң қалдым». «Сенің айтып тұрған теңізің қай жерде?» деп сұрады әжесі. «Біздің інімізден шығысқа қарай», деп жауап берді тышқанның баласы. Білемін ол теңізді», деді әжесі. «Ол жерде жақында бұғы өтіп бара жатып, аяғымен жерді теуіп қалған. Содан сол ізінде су жиналған». «Олай болса, әрі қарай тыңда», деді тышқанның баласы. «Мен күнге кептірініп, әрі қарай жүрдім. Қарасам, өте биік тау тұр. Оның үстіндегі ағаштар бұлтқа дейін жетіп тұрды. Тауды айналып өтпеймін деп ойладым да, жүгіріп келіп секірдім. Сөйтіп таудан секіріп өттім. Соншалықты биік секіретініме өзім де таң қалдым». «Сенің тауыңды да білемін», деді әжесі. «Су бар шұңқырдың ар жағында төмпешік бар. Оның үстінде шөп өсіп тұр». Тышқанның баласы күрсінді де әрі қарай әңгімесін жалғастырды. «Әрі қарай жүре бердім. Қарасам, екі аю төбелесіп жатыр екен. Ақ аю мен қоңыр аю. Аюлар ақырып, бір-бірінің сүйектерін сындырып жатыр екен. Алайда мен қорықпадым. Олардың арасына түсіп, екеуін екі жаққа ажыраттым. Бір өзімнің екі аюға шамам жеткеніне өзім де таң қалдым». Әжесі ойға шомды. Содан кейін былай деді. «Сенің аюларың ақ күйе көбелек пен шыбын ғой». Осы кезде тышқанның баласы қатты жылап жіберді. «Ай, сонда мен мықты да, епті де, батыл да емес екенмін ғой. Тұяғызын жүзіп өтіп, төмпешіктен секіріп, күйе көбелек пен шыбынды екі жаққа ажыратқан екенмін. Бар болғаны сол-ақ. Ай!» Алайда әжесі күліп жіберді де былай деді.
Сен сияқты ақымақ кішкентай тышқан баласы үшін тұяқ ізі теңіз. Төмпешік тау, күйе көбелек пен шыбын да аю. Егер де сен осының барлығынан қорықпасаң, онда сен шынымен де бүкіл тундрадағы ең мықты, барлығынан да батыл әрі епті болғаның.